Бүгінгі күнге жоспар қазір мектебіміздегі белсенді ата-аналар комитетінің мүшелері бар, тағы басқа белсенді ата-аналар бар. Солармен бірге біздер қандай өзіміздің ата-аналық көмектерімізді мектепке тигізе аламыз. Содан кейін жоспар осы күнге біздер бұйырса келесі осы дүйсенбіден бастап алдымыздағы жұмада бір жұмалық балдарға каникул болайын деп тұр. Сол каникулды пайдаланып біздер балаларымызды жаңағы түрлі жерлерге, соның ішінде Леголанд, Даниядағы, сосын Бельгиядағы досымыз баласы дүниеге келген, соған құтты болсын айтып кіріп шығамыз. Сосын ар жағынан Заринамыздың дүниеге келген жері Голландия жеріне бұйырса барғалы тұрмыз. Осындай жоспарымыз бар. Оның барлығын әлі салатын болам. Өзіміздің жеке көлігімізбен шығамыз. Оған 2 пароммен барамыз. Норвегияның жері ойлы қырлы деп қараңыздар, қандай биіктіктен төмен қарай түсіп келе жатырмын. Камыс қаласының орталығына да жеттім. Сауда орталықтарының біріндегі Godbrot деген кафеде кездесіп, шай ішіп, барлық жоспарларымызды талқыладық.